Тақырыбы тыныс алу. Құмырадағы өсіретін өсімдіктерді суарғанда неліктен көп су құймау керек? Бұл енді бәрімізге түсінікті ғой. Себебі су құмырадан асып төгіледі де еденді ластайды. Жоқ. Өсімдіктің жапырақтары атмосферадағы ауадан өзіне оттегін сіңіреді. Тамырлар топырақтың астында болса да, топырақтың арасындағы кішкентай ғана тесіктердегі ауадан оттегін алады. Біз құмырадағы өсімдіктерге суды аса көп құйып қойған кезде, топырақтағы ең кішкентай бос кеңістіктердегі ауаның орнына су толып кетеді. Охо, сонда өсімдік тамырлары суда жүзе алады ма не? Тоқта, асықпай мұқият тыңдап ал. Топырақтағы ауаның орнына су толып кеткендіктен, өсімдік тамырларының тыныс алу үшін қажетті оттегі жетіспей қалады. Сондықтан кейін олар шіри бастайды. Бұл өсімдіктің өсуіне кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан да құмырада өсіретін өсімдіктерге әрдайым жеткілікті ғана су құйып тұру керек. Шамадан тыс артық су құюға болмайды.